Ассалаумағалейкум. Бүгін бір тиктокты ашып қалсам, бір сурет көрдім да, Құдайдың құдіреті Алланың қалауы ғой дедім да. Енді ол суретті көріп ғибрат алдым енді. Алла қаламаса ештеңе болмайды ғой деген нәрсені тағы бір мойындадым. Енді күніге мойындайтын нәрсе ғой. Қоршаған ортадан адам ғибрат ала береді. Енді ол сурет қазір осы жерге шығарамын мен экранға. Міне осы сурет. Қараңыздар, мына сплошной линияны басып заң бұзып тұр енді. Соны сергек түсірген кезде алдынан құс шығып қалып, машинаның нөмірін көрсетпей тұр ғой енді. Қараңыздар. Керемет те. Алла тағала қалап тұрған жоқ, ол адамның қалтасынан шығын шоғуын. Яғни ол үйінен шығар кезде Бисмиллахи таваккалту алаллахи ва ла хаула ва ла қуввата илля биллахи деген дұғаны алып шығуы мүмкін да. Айтып шығуы мүмкін да. Кім деген осы дұғаны айтып шығатын болса, Алла тағаланың панасында болады дейді. Үйіне қайтып оралғанша дейді. Жақында осы дұғаны айтып, қызына үйретіп қойған екен бір кісі. Үйден шыққан кезде айтып шық деп. 12 жасар ма қызы мектептен келгенде құрбысының үйіне ойнауға барған. Кітап сұрауға, мен бірдеңе сұрауға барған. Сөйтіп үйінен шығып бара жатқанда осы дұғаны айтқан. Сөйтіп құрбысының үйіне кіріп бара жатқан кезде күнде байланып тұратын қабаған иті, өте үлкен иті, сол күні босанып кеткен ғой. Қызға артылдап ар жақтан жүгіріп келе жатыр, қора жақтан. Кішкентай қыз не істейді? Сасып қалады да, қашып та үлгермей қалады ғой, қыз болғаннан кейін. Бірақ сол кезде, сол мезетте аспаннан бір құстар пайда болып кетіп, итке қызға жете берген кезде ит айналдырып алып кетеді ғой. Құстар. Сол кезде қыз қашып үлгереді. Бұны қалай түсінесіздер? Жақында болған оқиға болды. Мына сурет сияқты. Бізде де бір жақында оқиға болды енді. Жағымды оқиға емес, жаңағы қыстың ішінде бір ай бұрын жаңағы көлік апаты болып, мұздан тайып, екі машина бір-біріне соғысып, кобальт машинасының жартысы жоқ, мотор ұшып кеткен, ішінде 4 апалы болған. Апа болғанда орта жастағы кісілер, үлкен кісілер болған. Біреу машинадан ұшып кеткен, біреу қысылып қалған, енді түрлі жағдайда. Артынан келе жатқан жаңа біздің ауылдың машинасы ғой енді. Артынан біздің ауылдың тағы бір жігіт келе жатқан. Сол жігіт сол дереу тоқтағандағын енді ана жерде көмектесейін деп түскен. Барса бір кісі уже жан алқымға келіп жатыр да. Андай қор етіп ұйықтап кеткендей болып кетеді екен ғой. Есінен танып қалады екен. Ол бір ұзаққа созылмайды екен. Сол қор ете қалған кезінде медициналық алғашқы жәрдем көрсете білсе, қайтадан адам тіріл оянады екен да. Ал сол қор ете қалған кезінде алғашқы жәрдем көрсете алмайтын болса, адам өліп кете салады екен. Сол кезде ана жігіт енді былай шығарып жәрдем беріп жүрген кезде ана кісі есін білетін дейді, қор ете қалды дейді, ұйықтап кетті ма, не болды түсінбедім дейді. Бұндай бұрын ондайды көрмегенмін дейді енді жаңа бала. Қор ете қалды дейді. Не болды екен дедім, сөйтіп тұрған кезімізде бір Альпард машинасы түсті да ішінен жаңағы дәрігер кісілер бар екен да. Солар шығып ана жерде ой, ананы қор ете қашан мынау қор ете қалды? Қазір бір 2 минут болды дедім дейді. Жаңа жүгіріп ана жақтан аптечкаларды іздеп жүріп, көшедегі машиналарды тоқтатып, аптечканың ішінен бір укол алған ғой. Қандай укол екенін білмеймін. Ана укол салып жүрген кезде есін жиған ғой. Сол кезде ойлаңыздар да, Құдайдың құдіреті, Алла тағала қалап тұрған жоқ та ол кісінің өлгенін. Өмір бар да әлі. Сөйтті да ананы алғашқы көмек көрсетіп аман алып қалды. Сөйтіп тұрған кезде екінші кісі тағы да қор ете қалады, ойлаңыздар. Ол жерде 4 адам, 5 адам шофермен. 5-еуі де ауыр жарақат алған. Екінші кісі де қор ете қалады. Укол жоқ. Бірақ Құдайдың құдіреті қаншама машиналарды тоқтатып, тіпті ескі машиналардан шыққан ғой, көрдіңіз. Ескі машиналардан тағы бір укол шыққан ғой, сонда именно жағдайға қолданатын укол. Сөйтіп ана кісіні де аман алып қалған, ойлаңыздар. Осы скорый помощь 1,5 сағаттан кейін келген. Жедел жәрдем. 1,5 сағаттың ішінде ол кісілер жаңағы дәрігер кісілер болмаған кезде о дүниеге аттанып кете салған еді да. Алла қалап тұр, аналар аварияға ұшырады, апатқа. Мынақтан ана бір дәрігерлер жаңағы Түркістанға іс-сапармен кетіп бара жатыр екен. Ана жерден апат болған екен, олар тоқтап тұр. Ана моментінде Алла тағала сақтап қалып тұр ғой. Жаңағы дәрігердің себепкерімен. Ойлаңыздар да.
Бұл да бір ғибрат алатын оқиға. Алла қаламаса адам өлмейді. Адам көресіні көрмей, көрге кірмейді деген сөз бар қазақта. Алла қалады ма болады, қаламай ма болмайды. Бірақ Алланың мейіріміне, Алланың жаңағы жақсылығына жолығамын десеңіздер, дұғалар бар күнделікті. Жұмысқа келген кезде айтылатын, үйден шығып жатқанда айтылатын, Алла тағаланың панасында болатын, Алла тағаланың рахымына кенелетін түрлі дұғалар бар. Яғни салауат айтып жүру керек күніге деген сияқты нәрселерді. Жұмыс орнына келдіңіз бе? Робби ясир уала туаси робби таммин бил хайр деген дұға бар. Яғни жұмысыңыздың жеңіл болады жұмысыңыз, осы дұғаны айтсаңыз. Қайырлы болады жұмысыңыз сіз үшін. Жақсы болады, табысты болады дегендей. Мінекей. Енді өзімнің ойыммен бөлісе кетейін дедім. Осындай түрлі жағдайлар болып тұрады. Осындай жағдайлардан, осындай сәттерден адам ғибрат ала білу керек. Аманшылықта болайық. Алла тағала сақтансаң сақтаймын деген ғой. Алла тағаланың панасында болайық бәріміз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.